Қазіргі таңда болып жатқан төтенше жағдай бойынша қазір барлығымыз үйдеміз. Үйде отырсақ та енді өзіміздің үй жанұямыздағы жаңалықтармен бөлісейік деп бүгін сіздерге өзімнің жанұяма жасайтын тағаммен бөлісіп, қуанышыммен бөліссең көбейеді деген сөз артық айтылмаған деп ойлаймын. Сондықтан сіздерге бүгін өзімнің жанұяма істейтін тағамды ұсынайын, қабыл алыңыздар. Басқа халалдық, басқа амандық Алладан не тілесіңдер. Соны берсін, дендерің сау болып, бақ берекет, тыныштық болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Аумин. Астарыңыз дәмді болсын. Біз сіздермен біргеміз, біз үйдеміз.